Сәлем досым, қалайсың? Мен есімім Ерлан, мен сендерге бүгін Delphi 7 бағдарламасымен жұмыс істеуді үйретемін. 7 программасын ашқан кезде бізде мынадай құрастыру ортасы ашылады. Құрастыру ортасы бізде бірнеше терезелерден құралған. Нақтырақ айтатын болсақ, басты тереземіз бізде басты мәзірден, компоненттер палитрасынан және де инструменталды батырмалардан құралған. Келесі тереземіз ол объект ағаштарының терезесі. Проектіде қолданылған барлық компоненттердің тізімі осында тізіледі, және де егер біздің проектіміз үлкен болса, өзімізге қажетті компонентті дер кезінде табуға мүмкіндік жасайды. Келесі тереземіз объект инспектор терезесі. Объект ағашында таңдалған компоненттің қасиетін өзгертуге мүмкіндік береді бізге бұл терезе. Және де программамен жұмыс істеуді және де компоненттің қасиетін өзгертуге көп көмек береді. Келесі тереземіз ол форма терезесі. Мұнда біз программаның визуалды түрде өзгеруін бақылаймыз, және де компоненттер палитрасынан компонентті таңдап программаға енгізе аламыз. Форма терезесінің астында бізде программа кодының терезесі. Мұнда программаның коды жазылады, және мұнда Delphi тілінде біз өзіміздің процедура функцияларымызды қолдана отырып программамыздың жұмыс істеуін қамтамасыз ете аламыз. Әрине, бірінші сабақта мен сіздерге Delphi 7 туралы толық мағлұматты бере алмаймын. Сол себепті, егер сізде туындайтын сұрақтарыңыз болса, келесі сабақтарында ол сұрақтарға жауап беруге тырысамын мен. Бірінші сабағынан бастап мен сіздерге программа жасауды үйреткім келіп отыр, себебі программистерге бірінші сәттен бастап практика өте көп қажет, ауадай қажет. Себебі практика арқылы біз программа жасау арқылы біздің басымызда көп сақталады, және біз көзімізге үйреншікті программа жасау бізге көзімізге үйреншікті болу керек. Ең алдымен біз программа сақтайтын орынды таңдауымыз керек. Ол үшін біз файл менюсін мәзірінен Save Project As деген пунктін таңдаймыз. Мұнда бізде кішкентай диалогтық терезе пайда болады. Мен өзімнің проектімді First деген папкаға сақтап отырмын. Мұнда енді проектімді сақтадым. Енді кез келген өзгертулерді енгізе отырып және компиляциядан жүргізетін болсам, менде уже дайын бағдарлама сол бумада пайда болады. Ең алдымен біз формамызды программамызға дайындауымыз керек. Форманың қасиетін өзгерту үшін біз объект инспекторге бір шертеміз, және де онда қажетті қасиетін таңдап өзгертеміз. Мысалға, менің алғашқы бағдарламам форм деген тексттің орнына менің алғашқы бағдарламам деген текст енгізуім үшін объект инспекторден caption деген қасиетті таңдап, онда менің алғашқы бағдарламам деп жазамын. Көріп отырсыздар, captionға жазғаннан кейін менде бер жақта форманың үстінде дер кезінде ауысты аты. Егер компиляциядан жүргізетін болсам, менде программа мынандай түрде шығады. Мен компоненттерді енгізбегендіктен мұнда ешқандай мәтіндер, компоненттер көрінбейді. Жапқаннан кейін мен осы болашақ программама қажетті компоненттерді енгіземін. Бірінші программамыз өте қарапайым болады, сол себептен мен оны мүмкіндігінше қарапайым жасағым келіп отыр. Бізде бұл бағдарламамыз сәлем әлем деген мәтінді экранға шығару қажет болады. Ол үшін бізге мәтінді экранға шығару үшін біріншіден label деген компонентті таңдап біз формаға енгіземіз. Label 1 деген текстің мәтіннің орнына біз caption формадағыдай caption деген қасиетін өзгертеміз. Мұнда сәлем әлем деп жазамыз. Сонымен қатар мұнда осы мәтіннің текстін түсін, көлемін, шрифтін өзгертуге болады. Ол үшін біз Object Inspector'дегі font деген қасиетіне келіп,
көп нүктеде тұрған батырмаға басамыз. Шерткеннен кейін бізде мынандай кішкентай терезе пайда болды. Біз өзімізге қажетті көлеммен түсті және де шрифтті таңдаймыз. Мысалға, маған қатты ұнайтын шрифт ол Courier New Dig. Түсін біз сары түс таңдаймыз. Окей, батырмасына бір шертеміз. Сәлем әлем деген текстіміздің өзгергенін сіз байқап отырсыздар. Сәлем әлем деген текстіміз анық түрде көрсету үшін біз форманың фонын өзгертейік. Ол үшін мен объект ағаштарының терезесінен форм 1-ді таңдап, color деген қасиетінде түсті өзгертемін, өзіме ұнайтынын. Мен мысалы blue деген түсті таңдаймын. Менде біздің программамыз одан да әдемірек болып шықты. Егер мен компиляцияны жүргізетін болсам, менде текст осындай түрде, программа осындай түрде шығады. Қазір осы программаны кішкене қиындатамыз. Біз осы формаға батырманы, button деген компонент енгізіп, buttonға басқан кезде, кнопкаға басқан кезде сәлем әлем мәтіні шығатындай жасаймыз. Button деген captionды өзгертейік, мысалы окей деп. Егер біз осы батырмаға басатын болсақ, бізге сәлем әлем мәтіні экранға шығу керек. Егер компиляцияны жүргізетін болсақ, бізде сәлем әлем өзі пайда болды. Егер батырмаға басатын болсақ, бізде ешқандай өзгеріс байқалған жоқ. Себебі біз батырмаға ешқандай әрекет жазған жоқпыз. Ең алдымен бізге сәлем әлем деген текстті бағдарлама ашқан кезде көрсетпеу үшін оны visible деген қасиетін өзгерту қажет. Ол үшін біз мына жерге visible'дың true'дан false'қа айналдырамыз. Егер біз компиляцияны жүргізетін болсақ, бізде сәлем әлем деген текстіміз жоқ. Егер батырмаға басатын болсақ, ол пайда болмай, себебі батырмаға біз әлі әрекет жазған жоқпыз. Ендігі мәселе біз осы батырмаға программалық кодты енгізу. Кез келген компонентке біз әрекет жасай аламыз. Мысалы, қазіргі мақсатымыз батырмаға әрекет жасау. Ол үшін біз 2 рет батырмаға шертеміз. Бізге tform 1 button 1 click деген процедурамыз жасалып отыр. Біз бұл процедураға Delphi тілінде кодты енгіземіз. Бізге label деген компоненттің қасиетін өзгерту керек болғандықтан біз біріншіден label 1-ді тереміз де. Кешіңізде. Label 1 нүкте. Нүктеден кейін бізге өзгерту қажет болатын қасиеттің атын жазу керек. Мысалы, біз visible деген қасиетін өзгерту қажетпіз. Оған біз true деген мәнді меншіктейміз. Яғни біз окей батырмасына басқаннан кейін бізде сәлем әлем тексті программамыз формасына шығу қажет. Компиляциядан жүргізгеннен кейін бізде батырмаға басқаннан кейін сәлем әлем тексті шығу керек. Ал енді тексереміз. Сәлем әлем, яғни программамыз дұрыс жұмыс істейді.